Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ардагерлерімізді ардақтайық. Оқу мақсаты мәтін құрылымын, кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру сақтай отырып, графиктік мәтін, шартты белгі, сурет, сызба түріндегі берілген процесті сипаттап жазу. Күтілетін нәтиже тыңдалым және оқылым мәтінінің құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін сурет түріндегі берілген процесті сипаттап жазады, өзіндік ойын жүйелі жеткізеді. Тыңдалым мәтіні. Мәтінді мұқият тыңдап, ат қойыңдар. Онда берілген мәліметтерді кластер әдісімен түсіндіріңдер. Пікірлеріңді түйінді сөздермен қорытындылаңдар. Адам баласы үшін соғыстан асқан кесапат жоқ. Соғыс, жалғыз ауыз сөз. Бірақ қандай қорқынышты. Соғыс дегеніміз қайғы қасірет, қан төгіс, өлім, жетім. Соғыс дегеніміз күн сайын туған туыстан, жақын жорадан, қарулас досыңнан айырылу. Бірақ жау зеңбіректері жауынгерлердің рухын топыраққа көме алмады. Әрбір кеңес жауынгерінде отан үшін деген асқақ рух бар еді. Сол рух жауынгерлер бойынан қорқыныш дейтін сезімді қуып шықты. Туған отанының бостандығы мен азаттығы үшін қиындыққа төзіп, тылда қажырлық пен еңбек еткен, сөйтіп жеңісті жақындатуға өз үлестерін қосқан тыл еңбеккерлеріне бүгінгі ұрпақтың ризашылығы шексіз. 9 мамыр жеңіс күні ең қымбатты, қуанышты да қайғылы, мәртебелі мейрам. Халқымыздың ерлігі мен даңқының жарқын көрінісі. Жыл сайын батыр ардагерлерге, бейбіт өміріміздің бақытты болашағымыз үшін батыр ардагерлерге алғысымызды білдіреміз. Ардагерлер ерлігіне мәңгі тағзым етеміз. Мәтінге ат қойыңдар. Онда берілген мәліметті кластер әдісімен түсіндіріңдер. Пікірлеріңді түйінді сөздермен қорытындылаңдар. Мәтінді тыңдадық, енді мәтінге қандай ат береміз? Мәтінге ардагерлерді ардақтайық деген ат бердік. Енді осы берілген мәтінді, жаңа тыңдаған мәтінді кластер әдісімен қалай түсіндіріп өтеміз? Ең негізгі түйінді сөздермен қорытындылап шығайық. Адам баласы үшін соғыстан асқан кесапат жоқ. Мәтін өйткені осылай басталады, кіріспесі. Ең түйінді сөз, адам баласы үшін соғыстан асқан кесапат жоқ. Ары қарай. Ең жан түршігерлігі ұлы отан соғысы болды. Өйткені мұнда өте көп адам қырылды. Және өте көп адам қатысты, көп мемлекет қатысты. Өмірін құрбан еткен асыл азаматтарды құрметпен еске аламыз. Осы азаттық жолында, елдің тыныштығы жолында құрбан болған ардагерлерді, асыл азаматтарды құрметпен еске аламыз. Бүгінгі ұрпақтың тыл еңбеккеріне ризашылығы шексіз. Сол кезде тізе бүкпей, дем алмай, осы соғыстағы жауынгерлерге киім мен тамақты, қару-жарағын тылда жасап жіберіп отырған тыл еңбеккерлері. Оның басым көпшілігі әйелдер мен балалар еді. Бүгінгі ұрпақ тыл еңбеккерлеріне ерекше шексіз ризашылығын білдіреді. 9 мамыр жеңіс күні ең қымбат мереке. Түйінді сөзіміз ардагерлер ерлігіне мәңгі тағзым жасаймыз. Ешкімде, ешқашанда ұмытылмайды. Келесі, мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін сурет түрінде берілген үнсіз мәтінді бір-бірімен байланыстырып жазыңдар. Бізге 4 сурет берілген. Бірінші суретте соғыс даласындағы жауынгерлердің соғыс кезіндегі қимылы суреттелген. Екінші суретте тыл еңбеккерлері жаңағы тізесін бүкпей, белін жазбай еңбек еткен
тыл еңбеккерлерінің тамақ дайындау, жауынгерлерге тамақ әзірлеу кезіндегі еңбегі көрсетілген. Үшінші сурет бұл соғыс біткеннен кейін жеңіспен оралған әкелері мен балаларын, жарларын, ең қымбат адамдарын күтіп алу және қауышу сәті. Төртінші сурет біздің ардагерлеріміз, бұл ардагерлерімізге көрсеткен құрмет. Енді осы төрт берілген сурет бойынша, яғни үнсіз мәтін беріліп тұр, бұларда граффити мәтін, осыны бір-бірімен байланыстырып жазып шығайық. Қалай жазып шығамыз? Адамзат тарихындағы ең жан түршігерлік ұлы отан соғысы болды. Сан мыңдаған боздақтар соғыстан қайтып оралмады. Осындай қиын кезде соғыс жауынгерлерін тамақпен, киіммен, қарумен тыл еңбеккерлері қамтамасыз етті. Олар белін бүкпестен, белін жазбастан, тізе бүкпестен күні бойы жұмыс жасады. Балалары мен жолдастарының соғыстан аман келу үшін аянбай тер төкті. Соғыс жеңіспен аяқталды. Бірақ соғыс аяқталса да, баласыз ана, әкесіз бала соғыстың қайғысын тартты. Аман есен елге оралған батыр жауынгерлерімізді құрмет тұтамыз. Ардагерлерді еске аламыз, рухына бас иеміз. Ой түрткі. Бірінші, ұлы отан соғысы неге ең жойқын соғыс болып саналады? Екінші, 9 мамыр жеңіс күні қандай мейрам? Үшінші, қалай ойлайсыңдар? Майдангерлердің қаһармандық ерліктері өз деңгейінде бағаланып жүр ма? 154-ші бет, бірінші тапсырма. Бұл оқылым мәтіні, ардагерлерімізді ардақтайық деген. Мәтінді мұқият оқып шығып, ат қойыңдар. Онда берілген мәліметтерді кластер әдісімен түсіндіріңдер. Пікірлеріңді түйінді сөздермен қорытындылаңдар. Біз жаңа тыңдалым мәтіні бойынша ат қойдық мәтінге, және ондағы мәліметтерді кластер әдісі бойынша жаңағы түйінді сөздерменен қорытындыладық. Кері байланыстың тапсырмасы 155-ші бет, 5-ші тапсырма. Хатты өз ойларыңмен жалғастырыңдар. Сәлеметсіз бе, құрметті ұлы отан соғысының ардагері. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Отан алдындағы, келешек ұрпақ алдындағы жасаған ерлігіңіздің, батылдығыңыздың алдында басымызды иемін. Енді ары қарайғы балалар, сендер өздерің жалғастырып хатты аяқтайсыңдар. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезет немесе электрондық почта, WhatsApp желісі арқылы тапсырмаларыңды жібересіңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.